өңіріндегі Қазақстан. Жоба авторы жүз жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Дулат Жамар. Жоба жетекшісі Ислеуова Райхан. Жобаның мақсаты Қазақстан тарихының бір бөлшегі ретінде тас дәуірінде салынған суреттер өте көне жәдігер болып есептелгендіктен, олардың қазіргі қоғамдағы рөлі мен маңызы. Тас дәуіріндегі алғашқы адамдардың тұрақтаған жерлері мен олардың қолданған құрал-жабдықтары. Жобаның міндеті Қазақстан жеріндегі таңбалы тастарды қорғауға алуына байланысты олардың қазіргі замандағы орны мен мақсатын дәлелдеу. Қоғамдағы өмірдегі адамдардың күнделікті тіршілігінде қолданып жүрген тұрмыстық заттардың тарихын біліп, оларға құрметпен қарау. Кіріспе. Алғашқы адамдардың өндіргіш күші ең бірінші алғашқы адамдардан және кейін олардың өндіргіш құралдарынан тұрады. Археология ғылымы да ең бірінші осы тас дәуірінде мекендеген адамдардың құрал жабдықтарынан зерттеуді бастайды. Жерімізде ең бірінші осы тұста зерттеген ғалым, академик Әлкей Марғұлан ол көптеген алғашқы адамдардың мекендеген жерлерін тапқан болатын. Оның Бетпақдалаға деген жүргізген экспедициясында Бетпақдаланың орталық бөлігінен бірнеше алғашқы адамдардың қоныстанған орындарын тапқан болатын. Және оның ең көрнекті еңбектерінің бірі ол Сарысу бойында Мысыр тас дәуірінен шақпақ тастардан құрал-жабдық жасайтын шеберхана табылды. Және Әлкей Марғұлан осыған дейін де бірнеше мәрте алғашқы адамдардың қоныстанған мекендерін тапқан еді. Және айта кететін болсақ, елімізде тас дәуірінің нағыз ғылыми тұрғыда зерттелуі 50-ші жылдардың шартында басталған. Олар 20 жыл бойы тас дәуірінің төменгі кезеңінен соңғы кезеңіне дейін зерттеп және оларға деген дәлелдер келтірген болатын. Және тас дәуірі негізінен үлкен үш кезеңге бөлінеді. Олар палеолит, мезолит және неолит. Және тас дәуірі өз дәуірінің ішінде тағы да үш кезеңге бөлінеді. Ерте тас дәуірі, орта тас дәуірі және кейінгі тас дәуірі. Баянда қазақ жерін мекендеген мамыр, мүйіз, тұмсық секілді үлкен алып жануарлар сол замандағы климаттық әсерлерден бөлініп жаппай қырылып кеткен болатын. Бірақ бұл тұрғыда біз тек қана климаттық жағдайды емес, сол замандағы алғашқы адамдардың жасаған іс-әрекеттерінің де ықпал тигізді деп санайды. Және айта кететін болсақ, адамдар ең алғашында палеолит кезеңінде аңшылықты үйренген болатын. Аңшылықта адамдар аңшылық жасауды бірнеше түрлі әдіспен жасаған. Олар тұзаққа түсіру, пайдалану және де тұзақ құру секілді жұмыстар тағы басқа. Және адамдар сүйектерді үшкілей отырып және қарапайым қармақпен де балық аулауды үйренген. Алғашқы адамдар үңгірде тұрған болады. Осыдан бірнеше мың жыл бұрын алғашқы адамдар өзінің өміріндегі ең басты аспектілерін үңгірлерге қашап сурет ретінде қалдырып кеткен еді. Және ол ең біріншіден өздерінің ұрпақтарына қалдырған болады. Ал бұл суреттер арқылы біз қазіргі таңда олардың қалай өмір сүргендігі туралы зерттеп біле аламыз. Мұндай суреттер әлемнің түкпір-түкпірлерінде бар, және Қазақстанда да өте көп тұнып тұр. Солардың бірін алып өтетін болсақ, таңбалы тас. Таңбалы тас Қазақстанда орналасқан. Алматыдан 70 шақырым жерде орналасқан. Ол жерде және жан-жағы күнге күйген гранит тастарға өте толы. Таңбалы тастың беті жаппай суреттерге толы. Оның таңбалы тастың суреттерінде жылқы, бұғы және шошқа секілді жануарлар бейнеленген. Яғни бұл арқылы біз олардың үнді тайпаларына сыйынғандығын білетін боламыз. Және сол таңбалы таста бейнеленген найза, қолдарына найза ұстап, қылыштарын белдеріне байлаған, туды желбірете ұстаған 22 салт атты жауынгерлердің суреттері өте
әдемі көркем бейнеленген.